Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khayr. Бүгін алтын қалаумен нығметімен жеңілдетілген фиқх негіздерінің 12-ші дәрісін аламыз. Бүгінгі мәселе тыйылымдар, яғни нәхи. Барлық шариғаттың тарапынан келген, бұйырылған тыйылымдарды біздер нәхи дейміз. Оның түсіндірмесі қандай? Ан-нәхи хуа талабу тарки бил қаули аля жихати исти'ала. Яғни мағынасы үстемділік мақсатында сөзбен істерді тыйылуын талап ету. Яғни сөзбен келетін тыйылымдар. Қандай мақсатта? Бұйрық мақсатында, жоғарыдан төменге. Енді нәхидің өзінің сиғасы бар. Яғни мен сиға нәхи ас-сириха, яғни анық келіп тыятын, тыйылымды білдіретін сөздер, оның формасы. Тек қана ода бір ғана сөзбен келеді. Ол фи'л мудари мақрун биля нәхия. Яғни фи'л мудари уазінде келіп, етістіктің алдында ла нәхи келетін болса, бұл кезде біздер нәхи деп аламыз. Мысалға, ла таф'ал деген уазінде. Алла Құран қандай? Ва ла тақатулу анфусакум дейді мысалы. Өз-өзіңді өлтірмеңдер деген мағына. Бұл нәхиді білдіреді. Ва ла тақрабу зина, мысалы, зинаға жақындамаңдар деген мағына. Ол нені білдіреді? Нәхиді білдіреді мысалға. Ол сияқты ва ла тақрабул фавахиша. Фахиш зина арсыздыққа жоламаңдар деген аят бар. Бұл аяттар дәлелдейді харам екеніне және нәхи екеніне. وأما الأسباب التي تدل على التحريم فهي كثيرة جدا منها. Ал осы, яғни харам қылатын, тыятын тыйылым тек қана бір уазбен келеді де, бір сөзбен келеді. Басқа да себептер бар харам қылуға келетін, яғни харамды білдіретін себептер бар. Ол сөздер көп өте. Соның ішінде лән, мысалға бір нәрседе кімді-кім істейтін болса, ол мал'ун болады дейтін болса, бұл істі біздер мухаррам, яғни тыйылған деп аламыз. Сол сияқты ат-тауауду бил иқаб, мысалға кімді-кім осындай нәрсе істейтін болса, бұған азап бар, қияметте күйеді деген сондай бір аяттар, хадисте келсе, біз оны бұл істі істеу харам, тыйылған деп аламыз. Сол сияқты кімді-кім мысалға бір нәрсе істейтін болса, бұл кезде оған дүре соғылады, қол кесіледі, бас кесіледі деген сөздерді тоже біздер хатпен келген нәрсе. Яғни ва ижабул хат, яғни қандай нәрсе істейтін болсаң, осы нәрсеге саған хат дайын тұр, яғни жаза. Сол кезде бұл істі харам деп аламыз. Немесе сол сияқты сондай бір амал жасайтын болса, бұл амал мұнафиқ амалдарынан дейтін болса, бұл істі тоже харам деп аламыз. Сол сияқты көп мысалдардан. Кімде-кім осындай нәрселер істейтін болса, бұл амал шайтан амал дейтін болса, бұл амал нені білдіреді? Бұл харамды білдіреді. Сол сияқты кімде-кім осындай нәрсе істейтін болса, бұл жахилеттік амал дейтін болса, бұл нәрсе харамды білдіреді. Тағы да шариғатта келген көптеген тыйылымдар бар, сондай сөздермен. Мысалы, хурримат деген сөзбен келсе, Алла Құранда айтты, хурримат алейкум майтату, яғни Алла сендерге өлікселерді харам қылды деген. Сол сияқты басқа аяттарда вала яхилу лакум ан тарису ниса карха деген сияқты. Вала яхилу деген сөз сендерге болмайды деген мағына, бұл харамды білдіреді. Сол сияқты пайғамбарымыздың хадисі бар, наха наби саллаллаху алейхи ва саллям ан сауми яумул фитри ва нахр. Хадис Бухари Муслим. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар, пайғамбарымыз тыйды фитр мен фитр айтында. Сол сияқты құрбан айтты ораза ұстауды тыйды. Бұл хадис дәлелдейді харам екеніне. Сөретімізде айтамыз, ма яқтадихи нахи. Яғни тыйылымдар нені талап етеді? Бірінші, юхмалу нахи аля тахрим ида сахибатху қаринату тадулу аля залика. Жалпы шариатта тыйылымдар келсе, бұл біздер оны асылын тікелей не деп аламыз? Харам деп аламыз. Пока ол нәрсені басқа дәлелдер түріп тастамайынша, мысалы мубах қылмайынша немесе макрух қылмайынша. Мысалы Алла Құранда айтты, ва ла тақрабу зина иннаху кана фахишата ва са'a сабилайт. Зинаға жақындамаңдар, расында фахиш амал дейді, қандай жаман жол. Бұл аяттың керек жері бізге алтыла уәла тақрабу дейді, жақындамаңдар зинаға. Бұл нәхи деп білдіреміз, пока басқа аяттар білдірмейінше. Демек, бұл аятты басқа аяттар, басқа хадистер түсірмеді, сол себептен бұны біздер тікелей харам деп аламыз. Яғни барлық зинаға апаратын жолдың бәрін харам деп аламыз. Имам Шафии айтады өзінің деген кітабында, қала Шафии аслу нахи мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям анна кулла ма наха анху фахуа мухаррам хатта яти анху далилун тадуллу аля аннаху иннама наха анху ли ма'на гайру тахрим. Апа асылында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйғаны, немесе алтын тарапынан тыйған бұйрықтың барлығы, тыйылымдардың барлығы біз харам деп аламыз, пока ол харамдықты басқа дәлелмен түсірмейінше деген мағына. Демек, төрт мазхабтың ұстанымы бойынша, егерде тыйылым келсе, оны басқа бір дәлелдер түсірмейтін болса, асыл біз оны Ханафи, Малики, Шафии, Хамбали мазхабы бойынша харам деп аламыз. Ядуллу аля карахата ида сахибатху қаринату тадуллу аля залика мислу наха наби саллаллаху алейхи ва саллям ан баули вақифан ма'a thubути аннаху бала вақифан.
Екінші мәселе, егерде тыйылымдар келсе, бірақ оны басқа дәлел, оны макрух қылатын дәлел келсе, онда біздер макрух деп аламыз. Мысалы, пайғамбар жалпы тыйды тұрып сүюді. Сонымен қатар өзі хадисте келгендей тұрып сүген хадис бар да. Бұл тұрып сүген хадисі пайғамбар тыйылған, яғни де бұйырған тыйылымын харам екенін, яғни макрухқа түсіріп тастады. Түсінікті ғой? Үшіншісі, ән-нахи яқтадил куф ани шей фауран илля ида даллат қаринату аля хилафи залика. Яғни асылында әрбір тыйылым келсе, бұл нені талап етеді? Біз үшін сол тыйылған нәрседен тезірек тыйылу керекпіз. Пока басқа дәлел дәлелдемейінше оны кейінге алдырып. Бірақ біз бұйырылдық па, бір нәрседен тыйылдық па, ол тыйылған нәрседен тезірек тыйылу біз үшін уажib болды. Одан кейінгі мәселе, хәлин нахи яқтадил фасад манхи анху. Яғни мәселе, егерде бір тыйылым келсе, ол тыйылған нәрсе істеп қойсаң, ол іс бұзылды ма деген мәселе ғой. Яғни мазхаб жумһур ғалымдардың ұстануы бойынша, егерде бір тыйылымдар келсе, оны біздер істеп қойсақ, ол іс бұзылады, пока басқа дәлел келмейінше. Мысалға, бірінші мәселемізді айтайық. Бірінші мәселе, ида кана нахи аидан ли затил манхи анху файкуну фасидан. Егерде бір тыйылған нәрсе сол тыйылып жатқан нәрсеге қайтатын болса, бұл істі істеген адам ісі бұзылады. Мысалға, каннахи ан байл хинзир ва фил ибадат аннахи ан саум йаумул айд фалау сама лакана сиямуху фасидан. Мысалы, мен сауда сату мен үшін мубахты, бірақ мен оны тыйылған нәрсемен сататын болсам, мысалы арақ сатсам, немесе шошқан етін сатсам, мен үшін сауда бұзылды, харам болды. Неге? Өйткені ән-нахи яқтадил фасад деген ереже бар. Расында тыйылымдар нені талап етеді? Яғни тыйылымның нәтижесі сол іс бұзылды деген. Сол сияқты, мысалы, мен ораза ұстау, сонна да, мысалы, сонна. Немесе ораза, фарз оразаны ұстаймын, мысалы. Именно сол екі ораза, фарз бен сунна оразасын екі айт күні ұстайтын болсам, құрбан айт пен пітір айтты уақытында мен ұстайтын болсам, бұл айтты ораза ұстауға біз тыйылдық қой. Сол себептен екі ораза саналмайды. Өйткені тыйылған нәрсе сол нәрсеге айтып тұрды. Екінші мәселе бар. إذا كان نهي عائدا لأمر خارجي عن المنهي عنه ولا يتعلق بذاته مثل النهي عن غصب فلو صلى في أرض المغصوبة هل تفسد صلاته؟ الجمهور أنها لا تفسد لأن النهي خارج عن الصلاة وغير متعلق بها. Мысалға, екінші тыйылымдар бар, бірақ ол тыйылған нәрсе ол нәрсеге айтпайды. Ол сыртында тыйылып тұрған нәрседен сыртына айтады. Мысалы келтіресіңдер барлар. Бізге шариат бұйырды еш нәрсені жұлып алмау, тартып алмау, зұлымдықпен алмау, ұрламау да, мысалға. Мен біреуден зұлымдықпен тартып алатын болсам, ғасып дейді оны. Или болмаса мен ұрлап алып, мысалы бір киімді сөйтіп намаз оқитын болсам, менің намазым санала ма? Менің намазыма әсер ете ме? Бұл тыйылған жоқ. Менің сырттан болған нәрсе ғой. Яғни бұл киім, бұл жер, мысалы бір жердің біреудің жерін тартып аламын да, ол жерде намаз оқысам, мен бұйырылып намаз оқуға. Демек, мен намаздың шарттарын орындасам, мен намаз оқысам, намазым саналады. Бірақ мен тыйылған жерге оқыдым ба намазды? Тыйылған киіммен оқыдым. Сол кезде ол тыйылған нәрсе сырт жаққа айтты, яғни ол сол ғибадатқа айтпады. Сол себептен бұл ғибадатым дұрысы жумһур ғалымдар бойынша, Ханафи, Малики, Шафи мазхабы бойынша, Ибн Теймия сияқты, Ибн Усаймин сияқты ғалымдардың ұстануы бойынша дұрысы намазым сахих болады. Неге? Өйткені тыйылған нәрсе сол ғибадатқа айтып тұрған жоқ қой. Сол тыйылып тұрған нәрсе сырттан, сырт жағынан, яғни ұрланған киіммен тартып алынған жерге қайтып тұр. Сол себептен дұрысы намазым қабыл болады. Ал егерде мен мысалға шелковый киім дейді ғой, жібек киіммен намаз оқитын болсам, мен намазым қабыл болмайды. Неге? Өйткені шариат тыйды киімді жібекпен оқыма деп. Бұл жердегі тыйылым сол ғибадатқа айтып тұр.